әріптестер, ағайын туыстар, бүгінгі күні ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі келіп жетті елімізге. Барша қазақстандықтарды, барша өзіміздің еліміздің тұрғындарын осы Наурыз күнімен құттықтаймын. Амин. Иә, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын дейді. Бүгінгі күні мінекей алдымызға дастархан жайылып, мына қазақтың бес бармағы, Наурыз көжесі, бауырсағы деген сияқты ұлттық тағамның барлық түрлері тұр. Әуелі Аллаға рахмет, одан кейін біздің осындай ұйымдастыру комитетінде жүрген депутатымыз, сіздер білесіздер, анау бірінші рет Наурыз өткізгенде сол кісінің арқасында өткізген біздің осы киіз үйін беріп бізге ақша бөліп, осындай кереметтей бір жақсы көңіл күйімізді көтереді. Алғашқы рет өткізді сонда осы ел болғалы. Міне бүгінгі күнде сол кісінің демеушілігімен осындай біздің алдымызда дастархан жиылып, тағы да киіз үй болып, өйстіп жылдан жылға сол кісіге көптен көп рахмет, жылдан жылға қасымызда жүре берсін, еңбегі көркейе берсін. Біз қуанамыз ол кісіні естіп, бізді елеп ескеріп жатқанына, жетістігі мол болсын. Бізге бәрімізге денсаулық, келесі жылдың Наурызында осылай көруге Алла нәсіп етсін. Келіңіздер, тағамнан тартыңыздар. Бұл депутаттың бізге ұсынғаны. Келіңіздер.